Мынау біздің ангар, алла берген. Ішінде міне бидай бар, тағысын тағы заттар бар. Мысалы мынау біздің міне техника, мына зерномет бар, бидай шуға арналған. Басқа да бір нәрселер болуы мүмкін. Мысалы сол күзетші болмаған кезде де мысалы осылай сақтық ретінде бір құрылғыны бүгін Алланың қалауымен орнатқан болатынбыз. Оны көрсетейін. Міне мына ангардың үстіне мынандай камера орнаттық. Міне фонари бар өзінің. Жігер, фонарик жақ. Фонаригі бар. Оның өзіндік тревогасы бар ішіндегі. Яғни ол телефонға 4G арқылы міне тревога істеп тұр. Үйде отырып оны қарай беруге болады. Яғни бұны күзетшінің қажеті яғни жоқ, қажет емес. Тағы мынандай функциялар бар неше түрлі. Мысалы ол адам телефоннан үйде отырып қараса, оны мысалы өзінің қандай да бір сондай өзінің нелерін, сөздерін айтуға болады. Мысалы қазір телефонда міне қарап отырмыз. Телефон енді кішкене нелеу, ескілеу. Міне мысалы мен қазір түсіріп тұрмын, міне ақ курткадамын. Міне ана жерде УАЗик тұр мысалы. Енді қазір оның өзіндік функцияларын қосып көрейік. Жаңа функциялары бар деп айттық. Міне камераға түсіріп тұрмын, сіздерге көріне ме? Міне ақ курткадағы, яғни түсіріп тұрған менмін телефонға, жанымдағы міне менің бауырым. Енді оның функцияларын міне қазір түсірейін, қараңыздар. Бір. Міне мен қазір камераға көрсетемін. Міне менің де дауысымды жазып алды мына жерде. Ол сақталады. Яғни біреу осы жерде жүрсе, ол кісіге осындай тәсілмен әңгіме айтуға болады. Мына жерде мынандай нелер бар, сирена. Міне қазір мен оны түсіремін. Осылай шошытамыз адамдарды. Осылай шошытуға болады, яғни бөтен адамдарды. Фонарик мінекей. Фонарик қостым міне. Фонарик міне татыр. Қазір сөндір фонарикті. Сөндір. Енді жандыр. Міне ол телефон арқылы автоматически қоюға болады. Яғни кешке қарай мұнда біз прожекторды жағып, сондай бір уақыт алатын әдеттегі істермен шұғылданып жүрміз. Енді мынау камера бар, Аллаға шүкір. Үйден отырып прожекторын жағып қоямыз. Тіпті бір жаққа кеткен кезде де оны қойыңызға болады. Қонаққа кеткен жағдайда, мысалы бір жол жүріп кеткен жағдайда. Енді ең бастысы бұл камера, бұл былай тұрсын, Алла көріп тұр ғой. Мұны жақындатуға болады. Бұл негізі SD дейді. Ондай қатты жақсы качествомен нетіліп тұрған жоқ. Мұнда HD деген качество бар. Оны қойса анық көрсетеді. Бірақ онда гигабайт трафикті де көп жейді. Бізге осы жетіп отыр. Керегінде HD-ға қосып қоямыз. Мінекей. Мен қазір міне қолымды көтерейін, қазір міне камераға. Мен түсіріп тұрмын. Міне қолым көтереді қазір. Сен маған қосқан жоқсың. Загрузка кішкене жүріп жатыр. Көтереді. Міне қазір қолды көтерем, бұйырса, міне ақ курткадағы мен түсіріп тұрған. Міне қолды түсіріп атқан кезім. Міне. Ол камерамен түсіріп тұр. Міне телефоннан мынау бауырым қарап тұр. Міне. Мен де қарап тұрмын. Видеоның бір кешігуі бар. 3 секунд, 5 секунд аралығында кешігеді. Аллаға шүкір, жақсы. Біз ризамыз. Аллаға шүкір. Енді ары қарай да өзінің қызметін әрі қарай да атқарады. Ойдамыз, сынып
қалмай бәрі жақсы болады деген. Иншалла үйге де қойып қойсаңыздар болады. Өздеріңіздің енді қауіпсіздік әрекет ретінде өзіңізге техника тұрса, үйде мысалы бір дүниелік заттарыңыз болған кезде, мысалы бағалы құнды қағаз деген сияқты, мысалы осындай камера қойсаңыз ол жақсы. Қазір нелерін көреміз. Сиренаны қосам, фонарикті қосам, фонарикті қосылады, сиренады қосылады. Камераны оңға солға бұруға болады. Бұрып көр. Міне бізге қарай бұрды. Сирена жүріп тұр. Қорытындылай бере тағы да түсірген түрім бұл. Ыңғайлы, Аллаға шүкір. Тіпті үйде малыңыз болса да, қораң жанына қойсаңыз да ол жақсы негізі. Камера қарап сөйлеймін. Бір. Видео запись жатқанда бұлай сөйлемейді. Видео запись жүргенде